Құрметті оқушылар, енді топқа бөлініп болдық та, әркім орнымызды білдік. Енді топ басшыларын сайлап алайық. Бірінші топтан топ басшысы Айдана. Екінші топтан топ басшысы Сабинаны сайлаймыз. Қол көтеріп қойдым екенде. Үшінші топтан топ басшысы Гүлдария. Олай болса, арнайы сабағын жалғастыру үшін әуелі бүгін жаңа тақырыпты бастамас үшін өткен сабақты қайталап аламыз. Қайталау үшін біз сіздердің телефондарыңызға қазір сілтеме жіберемін. Сол сілтеме бойынша проект әдісі бұл механикалық тербелістер деген тарауын бітіріп етті. Сол бойынша кейбір терминдерді бердім. Сол терминдерге сәйкес мына жерде фазылдар бар. Сол фазылдарды ашып орындайсыздар. Жіберемін. Бәріміз орындаймыз. Кірдік бар. Бар ғой? Ал орындаймыз. Онда келіп орындайтындар бар ма? Кім орындайды? Осы жерге келіп орындайтындар бар ма? Менікіне. Бәріміз орындап жатырмыз ба? Қаралық болды. Мынаны ашып, сәйкестендіреміз. Күйрек деген ашылып тұр, сол күйрекқа сәйкесті жерде мына ішінен аша береді. Қандай әйел? Аша береміз. Орындауға бір 2 минут уақыт беремін. Аяқтады. Гүлдария бастап аяқтады. Гүлдария сен өзің орындағаныңды менің компьютермен қазір орындай қой. Бірақ сәл күтеміз. Кімдер аяқтады? Саған бар ма? Болды ма? Сабина бітірді. Айдана бітірді. Gitme dostlarına kaldı. 3, 4, 5 oldu. Abdullah bitirdi. Ayhan bitirdi. Olmadı. Bitirdi. Yasin bitirdi. Hayat bitirdi. Bitirdi mi Mansur? Hadi ne? Olursa. Bərimiz, bozuq var. İnə alıb buldum ben. Bir-iki olan çəkdi var. Birinci period. Periodla қатысты сөздер айтайық. Секунд. Қажет 120 секунд. Келесі келбес иелігіне қатысты сөздер. Бір-біріңе. Герц. Елу герц. Сосын 1 секунд ішіндегі тербеліс саны. Одан әрі амплитудаға қатысты сөздер метр, ең үлкен ауысу болды. Енді тербеліс деген сөзге қатысты физикалық құбылыс, периодты қайталанатын қозғалыс және аяқтың қозғалысы. Олай болса, түгел фаза ашылғанда арзанда не тұр? Бізде яғни бұл бүгінгі өтетін тақырыбымыз. Оқулықты ашамыз.
Параграф 33 толқындық қозғалыс жазамыз. Мүмкін жазайық. Үшінші наурыз деңдер. Параграф 33. 163-ші бет болу керек. Толқындық қозғалыс. Оқу мақсаты бүгінгі толқын жылдамдығы, жиілігі және ұзындығы дейтін физикалық шамамен таныса отырып, соларды байланыстыратын формулаларға есептер шығару және көлденең бойлық толқындардың бір-бірімен салыстыру анықтамасымен тоқталамыз. Түсінікті ғой? Әуелі өз бетімен жұмыс жасау үшін тақырып былай жеңіл. Мен сіздерге 3 топта отырсыздар ғой, да? Сол 3 топқа мен бүгінгі негізгі терминдерге байланысты постер қорғатқым келіп отыр. Ол постерде негізгі терминдердің анықтамасына тоқталасыздар. Қандай негізгі ұғымдармен танысады екенбіз? Қалай? Осы 5 түрлі термин бойынша мен сіздерге постер беремін. Сол постерді анықтамасымен бірге сәйкестендіресіздер. Жай сәл естеріңе түсіріп барып, сосын өздеріңіз топта қорғай қоясыздар. Жарайды ма? Бірінші топ сіздерге. Екінші топ орындарына тұрып, жинақталып жүріп қорғай қоясыздар. Бірінші болғандарымыз сосын түгел араласамыз сабаққа, қалыс қалмаймыз. Оқулықты аламыз, оқулық бойынша бүгінгі тақырыптарды сол терминдерге байланысты езамыз. Енді бізде және бір тапсырма, ана жерде толқын ұзындығы деген бар. Сол толқын ұзындығы анықтамасын жаздырғаннан кейін қандай әріп формуласын жазып кетсеңіздер тіпті жақсы. Өлшем бірлігі. Жарай ма? Себебі бұл сіздер үшін бүгін жаңа физикалық шама. Нешмектің ішінде болуымыз керек, жалпы сіздерге қатты уақытты шектемей қойып, жаңадан оқығандықтан. Al енді бәріміз таныс. Бәріміз болса, қопашылар тақтаға не қойыңыздар, көшпелеріңіздер. Ал енді бір қайталап өтейік. Толқын дегеніміз не екен? Толқын дегеніміз не? Тербелістердің ортада таралу процесі. Яғни біз тербеліс дегенді білеміз бе? Тербеліс дегеніміз не еді? Бір уақыт ішінде дәлелдер немесе қайталанып отырады. Сол енді тербеліс кеңістікте ортада таралатын болса не пайда болады екен? Толқын пайда болады екен. Одан кейін көлденең толқын деген бар. Көлденең толқын дегеніміз ортаның бөлшектерінің тербеліс бағыты толқынның таралу бағытына перпендикуляр болса, ол көлденең толқын.
тербелістің бағыты, толқынның таралу бағыты екеуі бір-біріне қалай болса дейді. Бір-біріне болатын болса, онда толқынымыз қандай толқын деп аталады? Көлденең толқын деп аталады. Бұны қазір мен тағы толықтырып өтемін. Келесі бойлық немесе қума толқын. Ортаның бөлшектері толқынның таралу бағытымен бойымен тербеліп тұрса, яғни ортаның бөлшектері тербелістің бағыты мен толқынның бағыты бір-біріне қалай болса? Бағыттас болса, ондай толқынды біз бойлық толқын немесе қума толқын деп те атай береміз. Одан кейінгі мынау толқын ұзындығы дейді, жаңа физикалық шамалы толқын ұзындығы дегеніміз лямбда тасты өлшемі ұзындық болғандықтан метр дегеніміз тең уақыт ішінде толқынның таралу қашықтығына тең шамы. Бір период ішіндегі қашықтық. Немесе былай да айтады. Бірдей фазада тербелетін ең жақын екі нүктенің ара қашықтығы деп те айтылады. Келесі толқынның таралу ұзақтығы дегеніміз б тең болады лямбда бөлінген. Мынаны қандай бізде? Лямбда бізде толқын ұзындығы. Дұрыс қой да? Жақсы отыра ғой. Енді біз жалпы толқын туралы мағлұматты сәл алдық. Мен сіздерге жалпы денеде толқынның неше түрі бар екен? Қандай? Көлденең және бойлық толқын. Көлденең толқын мен бойлық толқынды білесіңдер, манағы тербеліс таралу бағыты мен тербеліс толқынның бағыты бірдей болса көлденең деп айтады. Енді мынау бізде айтылған жоқ. Көлденең толқын таралатын орта бұл сұйықтың беті және қатты дене. Керек жерін дәптеріңізді түртіп отырасыздар. Ал қума толқын немесе бойлық толқын таралатын ортасы қатты сұйық газ екен. Яғни үш түрлі ортада да тарай алады. Жалпы механикалық толқындар тара алмайтын орта ол вакуум естеріңде болсын. Вакуумде ешқандай механикалық толқын таралмайды. Толқын таралушыларын жаңа айттыңдар, формуласын лямбдамыз не болды? Ұзындығы. Енді екінші анықтамасы міне былай. Бірдей период, мана сендер айтқан, бір период ішіндегі толқынның ұзындығы. Немесе екі өркештің арасы дұрыстыр ғой да? Немесе бірдей фаза мына нүктеден басталса, мына нүктеден аяқталады. Сіздерге енді мына сұйық бетіндегі толқынды демонстрация түрінде көрсетейін. Алдарыңызда мен қазір сағып қойдым. Мынаны жоғарыға түсіп қазір толқынды пайда болады. Сол кезде төбеде тұр. Ол енді айнада шағылып көрсетіп тұрғаным ол төбеде. Судың бетіндегі толқын бұл қандай толқын бар? Көлденең бар, бойлық бар. Көлденең сіздерге толқын туралы қысқаша видео көрсетілім. Мен дауысын тыйып тастадым. Көріп отырсыздар? Мына судың толқынның бетінде тұр да. Сектор қандай дауыс жасап тұр? Жоғары төмен, жоғары төмен да. Бірақ жаңа шығарып тастап тұр ма? Жоқ. Олай болса, жалпы толқын еш уақытта затты тасымалдамайды, ол тек энергия тасымалдайды. Естіңдер, бұл толқынның негізгі бір қасиеті. Не дедім? Толқын өзбен бірге тасымалдайды, энергия тасымалдайды. Ал мынау енді жіптің бойында толқын, көрдіңдер ғой да? Мұнда да толқын жіптің бойымен таралып жатыр. Тербеліс басталады, толқын болып аяқталады. Не да сол. Толқын сияқты таралып жатыр да? Бұл енді бізде механикалық толқын. Түсінікті ме? Мынаның формуласын білдік қой да? Енді келесі ары қарай қабырғадағы тапсырма деп аталатын бүгінгі тақырып бойынша есептер шығарамыз. Бұнда да қазір сіздерге алдарыңызға сілтеме жібереміз. Сол сілтеменің ішінде тапсырма бар. Сол тапсырманы есептер шығарып орындаймыз. Шығаруы дәптерде болады. Мен өз бетіммен жұмыс жасап көріңіздер, жеңіл.
тапсырма жеңіл есептер. Bir есеп шығарасың ба, екі есеп шығарасың ба, дәптерге шығарып кетеміз. Жарай ма? Алдарыңызда. Ашылды ма? Ашылмаса мен ашайын. Тұрғыда сізде де осылай. Мына қабырғаға апарып сәйкесінше үлгілерің керек. Қолыма қарап отырып, ауызша шығарам дейтіндерің болса, жақсы. Ауызша шығарып қойғандар бәрі де болды ма? Біріншіден несі шықты? Үш деген қайсыдан шықты? Мынада да? Ал жақсы. Сосын? Қайсысы ол неше? 5. Мынау 7. Ал жақсы. Мен жасап қойдым. 5. 3 деген қалай шықты? Жылдамдықты жиілікке бөлгенде шықты. 5 деген қалай шықты? Ұзындықты бүйрекпен не берген? Ұзындықты қалай шықты? Ұзындығын жақсы. 7 қалай шықты? Не берген? Жылдамдыққа бөлгенде не шықты? Бәріңізде бар ма? Жарайсыңдар. Тоғыз шығарғандар. Әмір шықтыралды ма? Ашықты ма? Кереметті алдық па бәріміз? Келесі. Біздің енді тапсырмамыз. Бұл саралау тапсырмасы деп аталады. Саралау тапсырмасында біз деңгей бойынша есеп шығарамыз. Алдарыңызда. Жарай шығарай беріңдер. Есеп берген өзен суын берсе, толқын жылдамдығы беріледі. Толқын ұзындығы беріледі. Бірінші шартын жазып, таралғылануын сүйесіне келтіру. Ол бірінші тапсырма. Одан кейін кеңейту тапсырмасы. Осы бойынша тербеліс периодын және жиілігін анықтау. Оны болғандардың тербелістің тапсырмасы, тербеліс амплитуды 20 см болған кездегі тербелістің графигін сызамыз. Енді бұны шығара берсін, мен тақтаға екі оқушын тақтаға шығарып кетті. Шатына бар ма тақтаға? Жарай. Шақтан жинай қойып. Біріншісін бастап болғандар бар ма? Жылдамдықты айналдырғандар. График екінші есептерге шығарайды. Біріншісін болғандар белгілейін. Болғандар бар ма біріншісін? Айналдыр. Айналдыр. Енді ағай жүйе бер. Айналдыр болғандары? Айналдыр болғандарын арада есептей береміз. Екіншісін жалғастыра береміз. Неше шықты? Айналдыру неше шықты? 6 метр секунд. Ары қарата енді периодын есептейміз.
Kimdir gerek? Kullandık mı? Enandım da. Yazan bir Şimdi jirik dişikli, periyot dişikli var sonra jirik dişikli. Bir hata sıkıntı. Şimdi fasulye hangi? İyi bir gün var. Odalarda ısınmalı var. Dışınız takviyeti boyunca. Toplum ağda bölümünde tavuk. Cilt tavuğu şu. Çalışım kokon kokon saklı. Büyük firmalarda damak gibi toplumun adını var. Hapsiyiz. Tereysin. Жақсы. Тез шығармыз. Тақырып жеңе байқаусыздар ғой да? Ал екіншісін бәрі болғандарың бар ма? Екі күн болды ма? График құралғандарың бар ма? Айдана үшеуінде саған екен. Жарайсың. Екі күнде саған да бітірдің. Сен жетіп жоқ болсын. Период тастайсың. Барған екен, бар екен, бөліп қойып салу керек. Енді üçüncü soruda yapalım da grafiğin kurulu. Doğan emman. Al niye geçsin? Şimdi terbiye periodu, kursikon yani terbiye uzunluğu takip edilir. Yani ben burada toplumun judamlığı tabu gerek var. Toplum judamlığı var, toplum uzunluğu yani toplum periyoduna bölüm. Yani 40'ta 4'te bölümü 10 metre bölgesi. Bir сұрақ қояқшы. Мына жерде екі маятник бар тұрған. Ұдайы саған сұрақ. Мына маятниктің қайсысы қандай маятник? Біріншісі жүктелген бірге ол математикалық маятник, ал екіншісі сетпелі маятник. Сетпелі маятниктің периодының формуласы? Периодтың формуласы. Период қандай? En bölüm, ilk pi burası en bölümünde savaş. Kaç yollamız? Aşağıda boş Newton bölümü. Oturalım. Buna bana maятник. Onun formulası? İlk pi bölümü, ilk pi burası en bölümünde. Mынау бізде қай түсіп тұрған? Қандай маятник? Сетпелі маятник. Мынау бізде қай түсіп тұр? Қандай маятник? Түсіп тұрғаны? Жақсы. Сатсайын деп жатсың ғой. Сатсайын деп жатсың да? Ондай болады. Так дегенмен бәрін болғандар бар ма? Бәрін болдық па? Болдық та? Не саған қарай? Бізде рефлексия дейді. Білесіз бе? Кері байланыс. Әне бүгінгі тақырып бойынша не үйрендік? Бұрыннан білетінің, бүгінгі білгенің және не білгің келеді? Кім айтады? Не білемін, вакуумның бұрыннан жылдамдық, период деген сияқты, жеңіл деген сияқты әріптерді физикалық шамаларды білемін. Не білдім, бүгін мен толқынның таралуы және толқынның ұзындығы сол сияқты терминдерге таныстым, және де толқынның таралу кеңістіктерін білдім, және де не білгім келеді. Алдағы уақытта осыған байланысты есептер шығамыз. Әнде дамыту тағы. Не білемін, мен осы сабаққа дейін тербелісті білдім, яғни оған
периодын период секілді шамаларды білгенмін. Ал осы сабақта мен толқын және оның қаралу заңдылығын, оның түрлерін, толқынның түрлерімен таныстық бұл, иә? Неше түрі бар еді? қума және толқын ұзындығы, жылдамдығы секілді терминдермен таныстым. Не білгім келеді. Менде әр қарай есептер шығып, өзімнің осы толқын тақырыбында өзімді әрі қарай дамытқым келеді. Жалпы біз алға енді дыбыс дегенде өтеміз, дыбыста ол толқын. Қалай ойлайсыңдар, дыбыс қандай толқын бар? Қазір ортада таралып жатыр, ауада таралып жатыр. Ауада қай толқын тарай алмайтын еді? Қай толқын байқамайды? Ойса қандай толқынға жатады екен? Бірақ біз дыбысқа біз алдыңғы сабақтар әлі тереңірек, ол сипаттайтын шамалар, дыбыстың қасиеттеріне түгел тоқталамыз, да? Тағы көшбастап жүрейміз бе? Мүшелер келіп отырады. Бұған дейін периодты білдік, жылдамдықты білдік және олардың сөзімді білейінші. Гүлдәрия көшбасшылар өздері тобыңды бір қарап шықса, бүгін мына сағат тапсырмасы бар ма екен? Содан кейін түгел бар неше тапсырманы орындады екен? Үшінші тапсырма тек сен, Гүлдәрия орындаған. Орындатпады болады? Ана сабақ біз бұған дейін жылдамдықты білдік, периодты білдік, тағы да басқа әріптер және олардың шамаларын білдік. Ал осы сабақта біз жаңа әріппен таныстық, ол лямбда деген әріп, толқынның екі түрі оларын білдік. Мен алдағы уақытта осы дыбыс деген өзімді әкеткен, соны алға қарай бөлімдері тереңірек. Біз жалпы тағы не білгілерің келеді, үйге тапсырма мынадай. Не білгім келеді дегенге. Ана біз толқынға екі түрін өттік қой да. Сол екі түріне өзің өмірден мысал жазып келеміз. Ең аз дегенде бір әрбірінен екі мысал жазып келеміз. Дәй ма? Соны ұмытпайық. Енді бағалы бүгінгі сабақта бәрін жақсы қатынастық, өте жақсы қатынасқан топбасшылары. Саналы тапсырмасы түгел орындады, Айдана, жарайсың саған. Гүлдәрия орындадым, ол тақта ашып та орындады, өзі тапсырмасын да орындай үлгерді. Сәбина да түгел орындады, графигі бәрі тұр. Сосын тағында график құрған мана. Қалғандарын екі тапсырмадан орындаған сияқтымдар, Айда да екі, бәрі екеуі дейді. Бірақ тереңдетуге бармаған да? Сіздерде? Оларда үшінші жалпы кез келген сұрақтан кейін өзім бүгінгі сұрақтан не білдім, не білгім келеді деген сұрақты әр уақытта қойып отырайық. Біз ода қойып отырамыз, сонда да әлде де қойып отырайық. Сонымен, бүгінгі тақырып түсінікті ме? Түсінікті болса, толқын дегеніміз не болды? Неше түрі бар екен? Толқын ұзындығы қандай болды? Лямбда өлшем білген ұзындық болғандықтан